Кербаев Сауғабай, жасым 26-та. Мен Тақтакөпір районы Қоңыраткөл ауыл бұқаралар жиынының Кендірлі ауылында тұрамын. Біз Шаңырақта 4 перзентпіз. Ағам, қыз апам және мен. Мен шаңырақлымын. Менің 2 перзентім бар. Біз келіншегіміз екеуміз колледж біткергелі жұмыссыз едік. Сол себеплі біз келіншегіміз екеуміз жастар дәптеріне кіртілдік. Біз жастар дәптеріне кіртілген соң бізге жеңілдетілген оларда кредит ажыратылды. Мен ол кредитке нәсілді қойлар алдым. Және де осы күнде шаруашылықпен шұғылданып жатырмын. Қораңғылсайда 100-ден астам қой бағып жатырмын. Оның 30 қойы өзім кредит жеңілдетілген кредит тикарында алынған қой. Қазіргі таңда 30 бас қойым 40-қа жетті. Қалған қойлар сол ауыл тұрғындарының қойы. Осы қойды баққан қалда, қой сиырды баққан қалда мен үйіме дарамат кіргізіп жатырмын. Мен таңертең келіп, осы қойларымды қорадан шығарамын. Және де сол жайлауға бағып, осы суын уақытында беремін. Уақытында суларын ішеді. Және де сол әртүрлі шөп жеген себеплі қойларымыз өзіне салмақ жинайды. Және де жақсару ақыбетіне алып келеді. Біздің Тақтакөпір районымыз мұсы шаруашылыққа масласқан аймақ. Себебі бұл жер Тақтакөпір жерінің көлдері бар, жайылым үлкен жерлері бар. Ата-бабаларымыз әйемнен шаруашылық кәсібіменен шұғылданып келгені тарихтан белгілі. Қарқандай дәуірде де күнделікті тұрмысымыз шаруашылықсыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Шаруа маллар ішінде сиыр һәмде қойдың орны айрықша. Ол қаттегі 7 қазыненің бірі есептелінеді. Елеге шекем халқымыздың тұрмысында бұл кәсіп өз ахметін жоғалтқан жоқ.